жүректегі мұз. Бүгін Тахсин ағамен бірге болдық. Нұх та бізбен бірге еді. Отырдық, сөйлестік. Бұл араздық баяғыда бітетін еді деді. Өйткені біз өте жақсы сөйлестік. Тіпті бүгін кешке Сумру әпке мен Тахсин аға бізді үйлеріне қонаққа шақырды. Үміттенемін, сендердің басқа жоспарларың жоқ шығар. Барлығымыз барамыз деп ойлаймын деп айтады. Сумру мына жақта сұрап жатыр, барлығы дайын ба? Иә, дайын. Тағы 2 түрлі салат жасайық деп айтады Сумру. Осы жерде уже барлығы Сумрудың үйіне қонаққа келді, амандасып жатыр. Сол кезде қалың қалай Асат деп сұрайды. Сол кезде қалай деп ойлайсың деп айтады Асат. Асатқа анаңның қал жағдайын сұрамайсың ба деп айтады. Ал Севелай болса үйінде бармай жалғыз қалды. Барлығы стол басына шай жиналған кезде Хикмет келіп, сені мүмкін емес, мына үстелдің сұлулығына қарашы, керемет көрініп тұрсыңдар, қандай әдемі отбасылық көрініш, ренжіскендер татуласып, өкпелескендер құшақтасып жатыр дейді. Солай келіңдер, мен сендерді суретке түсіріп алайын деп суретке түсіреді. Сол кезде Жихан кел бізбен бірге отыр дегенде, жоқ, мен отырмаймын, өздерің отыра беріңдер дейді. Комнатасына кетіп қалады. Сол кезде Халил мырза Хикметтің комнатасында болады. Сен бұл жерде не істеп жүрсің деп сұрайды. Ал Биньями Жанан мен кеттім деп жатқанда Түркан келіп майысып, саған мынаны берейін деп едім деп қағазды береді. Сол кезде Жанан шығып қалады. Екеуі жымыңдасып тұрған жерде Жанан келіп қалады. Сен не істеп тұрсыңдар деп сұрайды. Сен іште болдың, мен сені шақырдым ғой, солай алдап ішке кіріп кетеді. Іштен қағазды оқып көреді. Халил мырза Мелектің жұмыс орнына келген болады. Мелекке, қызым, мен шынымен де ата боламын ба деп құшақтағысы келеді. Бірақ Мелек, сен қайдан шықтың? 25 жыл бойы қасымызда жоқсың, не түсіндірмекшісің дейді. Сол кезде әкесін қуып шығады. Солай Мелек Нұхқа звондап, әкеміз келді деп айтады. Биньями мен Түркан бірге жатып, нәпсімізге ие бола алмадық. Біріншісі әрі соңғысы бітті дейді Биньями. Бірақ Түркан, мен саған ғашықпын дейді. Халил мырза Хикметпен кездесуге келеді. Сол жерде Хикметке, қызым, мені әке деп мойныма асылған жоқ, мені қуып шықты деп айтады. Жанан Түрканды қасына отырғызып, Биньями басқа әйелі бар сияқты, ол бір әйелдің артынан жүрген сияқты деп сұрайды. Жоқ, Жанан ханым, Биньями мырза сізді жақсы көреді. Неге олай дейсіз дейді. Эсма ана жерде түссіз жатыр. Асат оны бір жерге алып келіп, сыртынан құлыптап кетіп қалған. Ал Харика Жиханның адвокатымен кездесіп жүр. Екеуі бір-бірін ұнатып қалады.